Өмір сүрсең, менше сүр. Дәл осы сөзді біз ауызбен айтпағанымызбен, әрбір әрекетімізбен бейнелейміз. Өмір өзімдікі, қалай сүрсем өзім білемін деп айтатындар қазір өте көп. Десе де, әрбір адам өмірге келгеннен кейін маңайына әсер етуші және қоғамға үлес қосушы болып саналады. Отбасында өзіміздің сөзімізбен ғана емес, әрекетімізбен де ұрпақтарымызға, балаларымызға әсер ететінімізді білеміз, иә. Десе де, маңайымыздағы барша адамға өзіміз кім болсақ, сондай адам болуды дәріптейміз. Арақкеш өзі сияқты арақ ішуге шақырады маңайындағылар, және соған үлгі болады. Абай атамның болмасаңда ұқсап бақ деген сөзі бекер айтылмаса керек. Біз жақсы адамдарды көргенде әрине оның жақсылығына сүйсініп, одан белгілі бір қасиеттерін, белгілі бір дүниелерін үйрене бастаймыз. Сондықтан өміріңіздегі жақсы дүниелерді біреуге көрсетуіңіз тек қана мақтан үшін емес, сіздің ізденісіңіз өзіңіз үшін ғана емес. Болмаса сіздің әрбір әрекетіңіз тек қана отбасыңыз үшін емес, шешім шығаруыңыз балаңыз үшін ғана емес, қайта ол бүкіл маңайыңызға сіздің әсеріңіздің бар екендігінің көрсеткіші. Сондықтан біз өсеміз, біз өзгереміз, біз дамимыз. Ол тек қана өзіміз үшін емес, қайта маңайымыздағы біз білетін және білмейтін адамдарға әсер ету үшін. Сондықтан әрбір адамға, қоғамға жақсы жағынан әсер етуге тырысыңыз.